Жабық кеңесі ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу-ақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеу керек? Ал, сөйле, батыр. Тұр! Отыр. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өзі тиіссе ше, онда қой де. Әйтпесе көкеңді танытам де. Ал егер қоймаса ше, егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың. Сайтан, есуас, кеші, ақымақ секілді. Оның орнына жарамайды. Бұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сынды сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесең, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Қалай? Оны кезінде көре жатармыз. Шешім бір ауыздан қабылданды.